күні тазалық болу. Тазалық тек күндіз тазалап қана қоймай, күндіз де түнде де тазалық болу керек. Аудан әкімі Алмасбек Есмахановтың төрағалығымен өткен кезекті аппарат мәжілісінде ауданның туристік әлеуетін арттыру және туристік нысандарды кеңінен насихаттау мәселесі сөз болды. Аудан дене тәрбие, спорт және туризм бөлімі. Аудан аумағын тарихи мәдени ескерткіштер, киелі орындар, табиғи демалыс аймақтарын бір жүйеге келтіріп, арнайы туристік маршруттар әзірлеу керек. Сонымен қатар ауданның басты туристік нысандар жөнінде ақпараттарды цифрлық платформалар кеңінен насихаттау қажет. Әлеуметтік желілер мен интернет ресурстарын тиімді пайдалану арқылы өңіріміздің туристік мүмкіндіктерін республика көлемінде танытуға күш салуымыз керек. Аудандық кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі ITQ кетімен Қазалы қаласы ауылдық әкімдерімен бірлесіп туристік қызмет көрсету бағытында жұмыс істейтін кәсіпкерлерді қолдау бойынша ұсыныстар енгізілді. Қонақ үйлер, демалыс орындар, қоғамдық тамақтану нысандары, этнотуризм бағытындағы жобаларды дамытуға қолдау көрсету қажет. Абай Анисов ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін мәдени көпшілік іс-шаралар мен фестивальдерді тұрақты ұйымдастыру керек. Мұндай шаралар ауданымыздың туристік тартымдылығын арттырып, қана қоймай шағын орта кәсіпкерлікті дамытуға оң әсерін тигізетіні анық. Дәурен Оңғарбаев тиісті бөліммен бірлесіп ауданның турист әлеуетін дамыту жөнінде кешенді жоспар әзірлеп, нақты жобалар мен инвестициялық ұсыныстар енгізуді тапсырамыз. Жұмыстарды бақылауға алып үйлестіріңіздер. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Нұрлан Құрманғалиұлы көктемгі әскерге шақыру жұмыстары туралы баяндады. Апта сайын сараптама жүргізгеннің нәтижесінде кішкене қозғалыстар бар. Көктемгі шақыру науқанына келуге тиіс 367 азаматтың 178 уақытылы келіп, 189-ы шақыру қағазы бойынша белгіленген уақытта келмей, тапсырыс кері әсерін тигізуде. Шақыру пунктінің дәрігерлік сараптамадан өткен 178 азаматтың мән-жайына тоқталып айтатын болсақ, жарамды болғаны 72, жарамсыз және уақытша жарамсыз болып тұрғаны 79. Жиын барысында аудан әкімі тұрғындармен кері байланысты нығайтудың маңыздылығына тоқталды. Әлеуметтік желілерде қалдырылған өтініштер мен сұрақтардың жауапсыз қалмауын қатаң бақылауға алуды тапсырды. Бірінші кезекте елді мекендер тұрғындардың өзекті мәселелері дер кезінде анықталып, заң аясында шешілуі тиіс. Әлеуметтік желілерде тұрғындар тарапынан көтерілген мәселелерге жедел әрекет ету жұмыстары әлі де болса жүйелі жолға қойылмаған. Әрбір мемлекеттік орган халықтың өтініштері мен сын пікірлеріне уақытылы жауап беріп, кері байланыс орнату керек. Аудандық қоғамдық даму бөлімі әлеуметтік желіге бақылау тұрақты болуы тиіс, алгоритмге сәйкес 30 минут ішінде жауап беру керек. Күн тәртібіндегі келесі мәселе бюджет кірістерін арттыру және қаржы тапшылығын төмендету болды. Жиында салық түсімдерін ұлғайту бағытындағы жұмыстар кеңінен талқыланды. Жергілікті бюджетке байланысты қысқаша тоқталып өтсем, бүгінгі күнге 6 айға жоспар бізде 2 миллиард 362 миллион болып бекітілген, оның бүгінгі күнге орындалуы 1 миллиард 171 миллион болып құрап отыр. Енді жоспарды сапалы орындау мақсатында 485 миллион теңге айдың соңына дейін қамтамасыз етуіміз керек бүгінгі таңда. Өткен жылмен сәйкес кезеңін салыстырсақ 528 миллионға жетіп кем келе жатырмыз. Сонымен қатар салық базасын ұлғайтуға байланысты сол топтың бүгінгі күнге атқарылған жұмыстар бойынша салық базасына байланысты 7 кесте құрылған. 7 кесте бойынша бүгінгі күнге түсіп тұрғаны 203 миллион теңге қамтамасыз етілді бюджетке. Бізге жыл аяғына дейін 222 миллион теңге жоспар бекітілген, оны орындаймыз. Енді соңғы аптада түскені 56 миллион теңге қамтамасыз етілді. Жиында салық берешегі бар азаматтар мен тіркелмей кәсіп жүргізіп жүрген тұлғалар мәселесі көтерілді. Сонымен қатар қосымша кіріс көздеріне байланысты жыл барысында да өзіңізге баяндап өткендей, бізде қосымша кіріс көздері анықталып, жаңағы тиісті әкімдіктерге де бергенбіз. Кәсіби бейімде жұмыс жасаған тұлғалар. Қазіргі таңда бізге 14 миллион қаражат түсіп тұр, әлі де 358 миллион теңге бізге қаражат қамтамасыз етуіміз керек осы жерде. Біздің көзіміз осы қазіргі таңда болып тұрған. Сонымен қатар жеке тұлғалардың берешегі бойынша 2023-2024 жылдар аралығында бізге қордаланып тұрған берешектер бойынша 88 тұлғадан 8 миллион
95 мың теңге қамтамасыз етуіміз керек, берешек қалыптасып тұр. Және де 2025 үшін көлік салығын төлемей тұрған 711 тұлғадан 16 миллион теңге берешек бар. Соны біз осы айдың 25-іне дейін қамтамасыз етуіміз керек. Аудан әкімі Алмасбек Есмаханов салықтан жалтарған және тіркелмей кәсіп жүргізген тұлғаларға қатысты түсіндіру жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Салықты төлеу барымыздың міндетіміз. Сондықтан салық базасын ұлғайту, тіркелген кәсіпкерлік субъектілерді заңдастыру, көлеңкелі экономиканы алдын алу, берешектерді өндіру бойынша жұмыстарды бірлесіп жұмыс жасау. Әйтеке кенті Қазалы қаласы ауылдық әкімдерімен тиісті аудан дербес, барлық дербес бөлімдер, мекемелер болсын, кімдер болса да, бірлесіп салық және басқа да міндеттер, көлемдер бойынша қалыптасқан берешектерді азайту, тіркелген кәсіпкерлік субъектілерін анықтап, заңдастыру шараларын қабылдау керек. Сонымен бірге әрбір елді мекен бойынша қосымша кіріс көздерін зерттеуін анықтауды тапсырамын. Аппарат мәжілісінде дәстүрлі түрде тазалық мәселесі де көтерілді. Аймақ басшысы әлі де тазалық жұмыстарының ақсап тұрғанын сынға алды. Әріптестер, тазалық мәселесі біздің күн тәртібінен түспейді. Үнемі тазалық мәселесі қоғамдық саяси ахуал не болса да біздің назарымызда. Әлі де тазалық көңілді көншітпейді. Көшедегі сырланатын, шабылатын, боялатын ғимараттар, кәсіпкерлік нысандар, үйлер әлі де көп. Сонымен қатар аудан әкімі Алмасбек Есмаханов ауыл әкімдеріне де тазалыққа қатысты ескертпе жасады. Күні-түні тазалық болу. Тазалық тек күндіз тазалап қана қоймай, күндіз де түнде де тазалық болу керек. Жол белгілерін бәрі боялу керек, жолдарын бәрі сызылу керек, түнгі жарық ешқандай бәрі жамып тұру керек, жылтырақтар болса бәрі жамып тұру керек, күнделікті қатаң бақылау керек. Жұмысқа келдіңіз ма? Ғимаратыңыздың сырты актив сырлау, мемлекеттік ту қалай тұр, мемлекеттік елтаңба қалай тұр, соның бәріне қарау керек. Терезелеріңізге жаңбыр жауса, сыртының бәрі былай айтқанда бүлініп тұрса, оны сүрту керек. Кәсіпкерлік нысандардың бәрі бізде витраж, стекло қазір жуу керек сырттарын, үнемі қадағалап бақылап отыру керек. Аудан әкімі сенбілік жұмыстарын күшейтіп, тазалық талаптарын сақтамағандарға заң аясында шара қолдануды тапсырды.